Көзі тірісінде-ақ есімі аңызға айналған қазақтың қара майоры Борис Төкенұлы Керімбаев 1948 жылдың 12 қаңтарында Алматы облысы Жамбыл ауданы сол кездегі Прудки қазіргі Аққайнар ауылында дүниеге келген. Әкесі қазақ, шешесі орыс ұлтынан болады. Шешесі Мария Ивановна мен әкесі Төкен Керімбайұлы қарапайым мұғалімдер болған. Заман талабыма мектепті орысша оқиды. Мектепте жүрген кезде космонавт болуды армандаған екен. 1966 жылы ол Ташкенттегі әскери училищеге оқуға түседі. Бірінші жылдары оқуда қатты қиналады. Азаннан кешке дейін оқуы бар, парадқа дайындалу, жаттығулар мен қатаң тәртіп оны шаршатады. Ақырында ол шыдамай анасына хат жазады. Өзінің қиналып жүргенін, оқығысы келмейтінін, ауылға қайтқысы келетінін баяндайды. Артынша ауылдан әкесі барады. Әкесі баласына ләм-мим деместен үндемей қарап отырады. Сонда жас жігіт бірден түсіне қойып, «Әке, біздің әулетте қорқақ жоқ, мен ауылға қайтпаймын, қайткен күнде осы оқуды бітіріп білім аламын» деген кезде, әкесі бірден қуанып кетіп, айналып қана кетейін деп бетінен сүйіп, риза болып, еліне қайтып кеткен екен. Ішінен ұлына жаны ашып тұрса да, қаталдық көрсетіп, жаны ашығанын білдіртпеген әке тәрбиесі еш кетпейді. Ақырында намысқа тырысқан баласы нағыз батырға айналады. 1970 жылы оқуын бітіріп, Германияға әскери борышын өтеу үшін жіберіледі. Ақпарат көздеріне сүйенсек, 1973 жылы ол барлау командирі болып тағайындалады. Арада 2 жыл өткен соң, Қызыл Толы Орда Азияның әскери округте барлау командирі болып тағайындалады. 1977 жылы Теміртау қаласында 52857 штаб бастығының орынбасары, кейін мотоатқыштар батальоны командирі болып тағайындалады. Ал 1980 жылы бас штабтың 10-шы басқармасының жаяу әскери командасының кеңесшісі болып тағайындалады. Сондай-ақ мұсылман отряды деп аталған 177-ші арнайы жасақтың командирі болып тағайындалады. Бұл отрядтың мұсылман отряды деп аталуының себебі, ол отрядтың құрамында тек мұсылмандар, яғни қазақтар, қырғыздар, тәжіктер, өзбектер болады. Қара майор өзінің мұсылман отрядымен бірге Ауғанстандағы қан майданға қатысуға бұйрық алады. Борис Төкенұлы жаумен бірге Ауғанстанға келгенде барлау жүргізу, алып қақтығыстарға қатысу тапсырмаларын алады. 1982 жылы Паншер шатқалын басып алуға оған бір ай уақыт беріледі. Бірақ аумақты 1 жылға уақыт ұстауға тура келеді. Ауғанстанда Паншер шатқалы бар. Паншер атауы 5 арыстан деген мағынаны білдіреді. Паншер шатқалын ауған көсемі Ахмет Шах Масуд билейді. Ахмет Шах Масуд ауған елінің дала командирі. Оны жергілікті халық Паншер арыстаны деп те атаған. Қара майор өзінің тәжірибелігімен, біліктілігімен сол Паншер арыстанын жуасытып, өзі Паншер патшасына айналған қазақтың нағыз аңыз адамы. Ауған соғысында шайқастың басым бөлігі осы Паншер шатқалында өтті. Бұл шатқалдың Ахмет Шах Масуд үшін маңызы өте зор болды. Өйткені оның кіндік қаны тамған жер еді. Екіншіден, елдің оңтүстігі мен солтүстігін біріктіретін күре тамыр іспетті болды. Яғни қатынас жолы осы шатқалмен өтетін. Ал шатқалды кім ұстап тұратын болса, яғни бақыласа, онда оның бүкіл ауған еліне әмірі жүретін. Сол себепті Ахмет Шах Масуд елдің 3/2 бөлігін уысында ұстаған. Жалпы ауған елін ешкімде ешқашанда жаулай алмайды. Бұл тарихта да дәлелденген. Себебі онда басыйып тізе бүкпейтін өр рухты халық тұрады. Қара майордың өзінің айтуы бойынша, тау жұрты басқыншының басын алмайынша ұйықтамайды. Кезінде Ауғанстанды басып алып өзінің билігін жүргізісі келген британ әскерін қырып тастаған. Ең соңғы солдатын үңгірде тірідей өртеп жібереді. Қара майордың естелігінен.
Әлі есімде, Ауғанстанға алғаш барғанда 13 ғасырға түсіп кеткендей болдым. Базарларында шіріген шеге, ескі заттар, шөптердің тамырлары сатылатын. Алайда бұл оларды қалпақтай алуға болады деген сөз емес. Жазу сызу білмесе де, кіп-кішкентай балдары атқан оғын мүлт жібермейтін. Сол себепті қарсыласыңды асыра бағалаған жөн. Бұл білікті командирдің ұстауға тиіс бірінші қағидасы. Осы қағидамен қара майор өзінің қарсыласын асыра бағалаған. Бұл оның біліктілігін, білімділігін, тәжірибелігін білдіреді. Қара майор ауған көсемі Ахмет Шах Масуд туралы былай дейді. Ол ең соңғы совет солдатын тірідей өртейм деген. Оның мәлімдемесі төңірекке тез тарады. Оның айтқанын орындайтынында жергілікті халық дәл сенді. Мен ол кезде басқа операциядан келіп жатқан едім. Соңымнан ұшақ жіберді. Бас штаб бастығы Кабулға мен алып келді. Сөйтсем маршал Соколов шақыртқан екен. Мені көре сала бірден арнайы жасақты қайда қолданылатынын білесің бе деп сұрады. Білем дедім. Ендеше жасағыңды көтер. Ертең 500 шақырымдық марш жасап, Паншерге кіресің. Сенің міндетің шатқалды бір ай бақылауда ұстау деді. Ертесі таңертең олар Паншерге аттанып кетеді. Ол жерге барып, биік төбеге бекінуге тырысады. Өйткені жоғарыдан бақылау оларға тиімді болады. Дұшмандардың көсемі Ахмет Шах Масуд соғыс бітіп Кеңес одағы тарағаннан кейінгі берген сұхбатында Мәскеудегі генералдардан тікелей ақпарат алып отырғанын ашық айтады. Сондықтан да оны ешкім қолға түсіре алмайды. Ал білікті, білімді командир әрқашан ой үстінде болады. Ол топты сағат таңғы 4-те тұрғызып, әрдайым жаңа картаны сызып отырады. Осылайша дала командирына шақ қояды. Күтпеген жерден тұтқиылдан шабуыл жасап, талқандап отырады. Өзінің берген уәдесін орындай алмайтынына көз жеткен ауған көсемі өзінің қонысын қайта-қайта ауыстырып, ақыр соңында қашумен болады. Тіпті ол қара майордың басына келген адамға $1 миллион берем деп сыйақы қояды. Бірақ оның бұл әдісі іске аспай қалады. Ақыр соңында екі жақ келісім бітімге келуге әкеліп соғады. Ол соғыс қимылдарын тоқтатып, кеңес әскерлерін шатқалдан шығаруға талап етеді. Елге оралған соң қара майор 1983-85 жылдары Алматы облысы Қапшағай қаласында 22-ші жеке арнайы мақсаттағы бригадаға қызмет етеді. 1985 жылы 546-шы жеке оқу полкының командирі болып тағайындалады. 1990 жылы Қазақ СССР азаматтық қорғаныс штабына ауыстырылады. 2 жылдан соң полковник атағымен отставкаға кетеді. Борис Төкенұлы Керімбаевқа қара майор атағын ауғандықтар қойған екен. Қара майор отставкаға кеткеннен кейін өзінің баға жетпес тәжірибесімен жас ұрпаққа бөліседі. Әскери қызметкерлермен әртүрлі кездесулерге қатысады. Қара майор атағын алған аңыз адам Борис Төкенұлы Керімбаев 2019 жылы науқастанып қайтыс болады. 2014 жылы 177-ші жасақ құрамында соғысқан Амангелді Жантасов жазған «Қара майор отряды» кітабы жарық көреді. Ал жуырда қара майор туралы кино экранға жол тартты. Аңызға айналған атамыз қайтыс болғанмен оның ерлігін ел ұмытпайды.